Ержан Елубаев археологиялық қазбалардың түп нұсқасының дәлме-дәл көшірмесін жасайтын зергер. Оның жасаған дүниелері мұражайға қойылып, шетелге шығарылады екен. Ол тіпті Есік мұражайындағы алтын адамның көшірмесін жасаған. Маманның сөзінше, бұйымдардың түп нұсқасы шетелге шығарылмайтын көрінеді. Біздің ата-бабаларымыздың қалдырып кеткен мұраларын басқа да мемлекеттерге көрсеткім келеді. Бұл да біздің тарихымыз ғой. Ата-бабаларымыздың жасаған мына дүниелері бізге қалдырып кеткен паспорттар. Осы жерге біздің ата-бабаларымыздың қаны тамған жері деп бекітіп берді. Менің қолымдағы мына бас киімнің элементі біздің заманымызға дейінгі 6 ғасырдың ортасында Тақсай бір қорғаннан табылған. Ал мынау алтын жалатылған бұйымдар Елеке сазы қорғаннан табылған екен. Археологиялық зерттеулерден табылған бұл бұйымдардың түп нұсқалары алтын қорда сақталады екен. Алтын қорда өзінің температурасы мен өзінің бабына байланысты, ағаш болса оның ылғалдығына байланысты сақталады. Мақсатымыз сол детальдардың, сол заттардың қалпында сақтап, олардың көшірмелерін жасап, басқа мемлекеттерге алып барып көрсетіп, оларды біздің Қазақстанымыздың паспорты, оның тарихи деректері бар екен, өзімізге байланысты тарихи жобаларды жүргізеді. Ұлы дала халқының ұлттық құндылықтарын сақтау және болашақ ұрпаққа аманат ету барша қоғамның міндет екені сөзсіз. Мақсатым сол уақыттағы, сол дәуірдегі адамдар қандай құралдармен, қандай себеппен жұмыс істеген, олардың ойлары, олардың санасында не болған. Сол қызық. Сол кезде мына дүниелерді ойып жасаған кезде соны кейде ойланам, жаңағы қандай ой болды, не үшін композициясын осылай құрды, неге мына жаңағы аңдарды алды, алған себептерді жай емес қой деп ойланам, соларды зерттеймін. Айта кетейік, Қазақстанның барлық өңірлерінде археологиялық ізденістер кеңейіп, кешенді зерттеулер жүріп жатыр. Бұл мемлекет тарапынан өткенді зерттеуге деген қамқорлықтың белгісі болса керек.